Судың бетінде гүлдің суретін салу. Сурет салған кезде фон мен негізгі суреттің түстік ерекшелігі екі түрлі болу керек. Егер де фон суық түсті болатын болса, гүлді жылы түспен салғандарыңыз дұрыс. Түстерді осылай көбіректеу қосқан дұрыс, сонда әдемі көрінеді. Эбру суретін салғанда суретші болудың қажеті жоқ, тек қана ойланып, өздеріңіздің фантазияларыңызбен өрнектерді жүргізіп сала беруге болады. Фон өрнекті, фон өте әдемі шықты. Енді осының бетіне гүлдің суретін саламыз. Гүл мен гүлдің сабағы, жапырағын қатар алған дұрыс. Өйткені екі жақтың бояуы бір-біріне кедергі жасап, бояу итереді, түсті итереді. Енді сурет салу процесін, суретті анықтап салу процесін бастаймыз. Мынау жасылды жоғары қарай көтеріп, гүлдің ішіне кіргіземіз. Гүл симметриялы, мынау жақтан мысалы ортасына кіретін болса, астынан енді үстінен ортасына қарай кіргіземіз. Сол жақтан, оң жақтан симметриялы болған жақсы. Одан кейін әр бөлінген жапырақты тағы да екіге бөліп ортасына қарай бағыттаймыз. Сосын сабағын шығару үшін түбіне дейін апарамыз. Гүлдің сабағы шығады осы жерден. Сосын жапырақтарын шығару үшін де былай қарай түбіне дейін кіргізгендеріңіз дұрыс. Мінекей. Енді мына жапырақты былай қарай бағыттаймыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты осылай гүлдің жапырақтарын, сабағын бағыттауларыңызға болады. Енді гүлді бұрыштарын шығарайын, жапырақтарын. Гүліміз шықты. Суретіміз дайын. Енді қағазға распечатка жасаймыз. Қағазды құптап ортасына қоямыз. Ортасында ауа қалып қалмау керек, тексереміз. Егер ауа қалып қалса, сол жердің бояуы жұқпай қалады қағазға. Жиектерін тексереміз. Одан кейін мына лотокта жан-жағында кішкене бояулар қалып қалмау үшін қағазды қозғап, бояуды өзіне сіңіріп алуға мүмкіндік береміз. Енді суретімізді лотоктың шетіне сырып аламыз. Мінекей суретіміз шықты.